Кентау гуманитарлық техникалық колледжі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Intelligent Energy Storage, интеллектуалды энергияны сақтау деп аталады. Types of sources, энергия көзінің түрлері. Non-renewable, жаңартылмайтын. Renewable, жаңартылатын деп екіге бөлінеді. Coal, көмір, oil, май, gas, газ, nuclear, ядролық. Non-renewable will not be replaced. Бұл жаңартылмайтын энергия көзінің түрлері ауыстырылмайды. Жаңартылатын энергия көздеріне solar, күн шуағы, wind, жел, hydroelectric, су электр станциясы, tidal, толқындар, geothermal, геотермалдық, биомасса жатады. Renewable are being replaced all the time. Жаңартылатын энергия көздері үнемі ауыстырылып отырады. Vocabulary. Read the list of renewable or non-renewable energy sources below. What is the difference between renewable or non-renewable energy sources? Write your copybooks. Дәптерлеріңізге жаңартылатын энергия көздері мен жаңартылмайтын энергия көздерінің түрлерін жазамыз және олардың айырмашылықтарын да жазамыз. Storage systems, сақтау жүйелері. Оларға factories, фабрикалар, office buildings, кеңсе ғимараттары, commercial faculties, коммерциялық нысандар, homes, үйлер, transmission and distribution equipment, беру және тарату жабдықтары және renewable energy, жаңартылатын энергия көздері жатады. Energy storage is the capture of energy produced at one time for use at a later time to reduce imbalances between energy demand and energy production. Энергияны сақтау дегеніміз энергияға деген сұраныс пен энергия өндірісі арасындағы теңгерімсіздікті азайтып, кейінірек пайдалану үшін бір уақытта өндірілген энергияны алуды айтамыз. A device that stores energy is generally called an accumulator or battery. Энергияны сақтайтын құрылғы әдетте аккумулятор немесе батарея деп аталады. Бүгінгі энергияны сақтау тақырыбының барлық жаңа сөздерін дәптерге жазып аламыз. Және жаңа тақырыпты қалай түсінгендеріңізді белгілеңіздер. Өте жақсы, excellent, I like the lesson very much. Жақсы, good, I find the lesson normal. Нашарлау, so, I find the lesson not bad. The lesson is over. Goodbye. Thank you.